Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын дәл осындай медовиктің рецептімен бөлісемін. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Толық рецепт астына қалдыратын боламын. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Енді жақсылап жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді, балымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үй температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға осылай суымызды құйып, қайнатып аламыз. Суымыздың үстіне қойып, дәл осылай барлығын жақсылап ерітеміз. Ысығанға дейін араластырамыз. Біздің дәл осы массамыз қолымызбен ұстап көрген кезде ыстық болғанға дейін. Дәл осы массамыз ыстық болғаннан кейін уксус пен содамызды араластырып, тағы да салатын боламыз. Салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын. Енді массамызды отымыздан алып, ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды холодильникке салып 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін кремімізді дайындаймыз. Сол үшін алдымен сүтімізді отымызға қойып, жақсылап ысытамыз. Қайнағанға дейін қоямыз, қайнатпаймыз. Сүтіміз жылғанға дейін 2 жұмыртқамызға қантымызды, крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен кішкене лимон қышқылын қосып жібердім. Дәл осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізден кішкене бөлігін қойып, тағы да жақсылап араластырып, дайын болған массамызды сүтімізге құйып, жақсылап араластырып отырамыз. Асты жабысып қалмау үшін венчиктің көмегімен үнемі араластырып тұрыңыз, қою болғанға дейін. Дәл көріп тұрғандарыңыздай араластырамыз. Креміміз дайын болды деген уақытта өшіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай креміміз дайын болды. Өте қоюланып, біздің заварной крем енді дайын. Еті салқындату үшін басқа ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін соңында сары майымызды салып, бетіне целлофан жауып, 1-2 сағатқа суытуға қалдырып қоямыз.
Менде асығыс болғаннан кейін қамырын 1 сағаттан кейін алып жасай беремін. Сіздер бірнеше сағатқа қойсаңыздар болады, сонда өте қамыр күшті болып шығады. Менде 1 сағат көлемінде тұрды, дәл осылай қатты. Енді ұнымызды сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп, торт қоржықтарымызды пісіріп аламыз. Қоржықтарымды дәл осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай формасы онша емес те, бірақ жан-жағы бізге керек болады, сондықтан осылай жасай беріңіздер. Міндетті емес, әдемі болуы. Оны кез келген нәрсемен домалақ етіп кесе алатын боламыз. Сондықтан да дәл осылай жайып шығамыз. Барлығын жайып, қоржықтарын пісіріп аламыз. Менде 7 қоржықтай шықты. Піскен дайын болған қоржықтарымызды дәл осылай мен кастрөлдің қақпағымен бір келке етіп кесіп алдым. Жан-жағын алып қоямыз, бетіне сепкенге керек болады. Дәл осылай барлығын бір келке етіп кесіп шықтым. Барлық қоржықтарым дайын болды, енді жинап бастаймыз. Қоржықтың жан-жағын дәл осылай үгітіп алдым. Оны видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Дәл осылай бетіне сеуіп, жақсылап осылай шықтым. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Холодильникта 2 сағатқа дейін қалдырып, одан кейін крем сіңгеннен кейін алуға болады, бірақ менде оған шыдамады әдеттегідей, сондықтан ерте алып жеп көріп жатырмыз. Дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, егер каналым сізге пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз, және жазылып алыңыз міндетті түрде. Ас болсын.